Сәлем баршаңызға, менің алтын көрермендерім. Сіздермен бірге Айпаны әдеттегідей өзімнің YouTube каналымда өте дәмді және бір жасағаннан шығатын тауықтың етінен дымляма жасайтын боламыз. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып, майымызды жақсылап қыздырып аламыз. Және де тауықтың кез келген етін сүйегімен бірге осылай жақсылап турап салып қуырып алатын боламыз. Яғни біз майға салғаннан кейін тауықтың етінің өзінің суы бөлінеді. Сол суы тартылғанша отта жақсылап қызарғанша қуыратын боламыз. Мына жерде уже аздап уақыт қалды суының тартылуына. Осылай бір араластырып бетін жауып қойсаңыздар, суы әдемі тартылатын болады. Және де көріп тұрғандарыңыздай осылай тауықтың еті қып-қызыл болып қуырылып шыққаннан кейін көкөністерімізді салып бұқтыратын боламыз. Бұл жерде үйде қандай көкөністер бар, сізде барлығын қосып қолдана берсеңіз болады. Және де жаз айларында свежий көптеген көкөністер пісіп шығады. Сол кезде барлығын қосып жасайтын болсаңыздар өте дәмді болып шығады. Ал мен бұл жерде үйдегі бар заттарыммен жасадым. Соның өзінде өте дәмді болып шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пиязымызды, оның үстіне чеснокты, сәбізімізді, картобымызды кезекпе-кезек орналастырдық. Және арасына міндетті түрде азаған тұздан және де дәмдеуіштерден қосып отырсаңыздар, дымлямамыздың дәмі ерекше болып кіре беретін болады. Міндетті түрде солай жасап көріңіздер. Және де көк пиязымызды немесе укроптың соңғы қатты бөлігін майдалап турап осылай сеуіп жүрсеңіздер де өте дәмі күшті болады. Және де соңынан капустамызды майдалап осылай ең соңынан орналастыратын боламыз. Және тұз азаған және де қара бұрышты сеуіп бұқтыратын боламыз. Келесі кезекте мен соңынан 2 кесе су құйып жіберіп дымлямамды бұқтырдым. Менің отбасыма сулы болып шыққан дымлямалар ұнайды, сондықтан осылай жасадым. Ол өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Су құймасаңыздар да бұқтырмаларыңыз өте дәмді болып шығады. Ол жағы өздеріңіздің еркілеріңізде. Осылай баяу отта 1 сағаттай көлемінде пісіріп алатын боламыз. Бұл жерде менің дымлямам дайын болды. Және де астындағы суымен бірге жақсылап араластырып мен ыдысқа орналастырып салатын боламын. Ас болсын, сіздермен бірге болған Айпаны өте дәмді дымляма болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.